Екеуліктердің жаниясы көбейде жоқ топтарындағы адам санымен емес, күні кеше ескоментика шоу-бизнеске жаңа есімдер дайындайтын интертейменттің тұсауын кесті. Бұл біздің компания, яғни біз қазір бұрын продакшн болып жұмыс жасадық, қазір үлкейіп, ұлғайып, интертеймент атауын алдық. Атауы Дара деп аталады, яғни алдағы уақытта дара тұлғаларды, өнерлі иелерді халыққа таныту мақсатында және өнерге деген көзқарасты өзіміздің көзқараспен өзгерту. Сондай-ақ жігіттер Дара интертейменттің жаңа жобасымен таныстырып үлгерді. Қазіргі біздің осы жердегі мақсатымыз өзіміздің шәкірттеріміз бар, яғни Youngsters тобы. Солардың қазір бейнебаян тұсауын кесеміз. Бәрі деп аталады, яғни бұл бейбітшілік жайында, мейірімділік жайында балалардың халыққа айтқысы келетін дүниесін тамашалайсыздар. Ендеше шоу-бизнеске аяқ басқан жас топпен таныс болыңыздар. Hey Faster, сізбен бірге Youngsters! Төрттіктің алға қойған мақсаттары үлкен. Негізі біздің жасымызда бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Және біз бұнымен мақтанбаймыз. Және ары қарай жұмыс жасай береміз. Көптеген осындай халыққа жағымды клиптер, яғни бейнебаяндар түсіре беруге әрқашанда асықпыз. Біз үшін осы сахнада өмір сүрген, яғни сахна біздің өмір. Бұл бізге қатты ұнайды. Ал Ескінің айтуынша, олардың қазіргі күні топпен жұмысы жақсы жүруде. Балалар губка секілді да біздің айтқан ақпараттарды сіңіріп, халыққа өзін дүниесін тарату. Қазіргі уақытта олар жаман емес, көрсеткіші Тико хореографиясымен алсады, мен әнін жазам. Балдар өте тамаша жұмыс жасауда. Қазақ тілінде бұл Q-pop, біз Q-popты дамытып жатырмыз. Екеуліктерді және олардың інілері Youngsters тобының қадамын қолдауға біраз Q-pop бағытында өнер көрсететін әріптестер де келді. Тіпті Сиситайға топтың бейнебаяны ерекше әсер қалдырған. Бейнебаян өте әсерлі болды. Басында көз жасты көрген кезде денем тітіркеніп кетті, өте әсерлі бейнебаян болды. Айтар ойы өте терең және де жаңа айтып кетті ғой. Шынымен де балалар айтқандықтан мүмкін үлкендер тыңдап әсер алады деген ойдамын. Ал теңіздік жігіттер болса төрттікке өздерінің ақ тілектерін жеткізді. Бейнебаян өте мәнді, адамға ой салатындай ерекше бір бейнебаян. Сондықтан бейнебаяннан бөлек тіпті әннің өзіне келетін болсақ та ән ерекше, лирикаға толы. Сондықтан өте жоғарғы деңгейде жасалынған. Біз алдағы уақытта Youngsters тобына тек қана жоғарғы биіктерден көрінулерін тілейміз. Сондай-ақ болашақта Youngsters тобы сапалы дүниелермен халықты қуататындарына сөз берді. Одан бөлек топ болашақта Қазақстан өңірімен ғана шектелмей шетелге де шығуды жоспарлауда. Осы орайда төрттік халықтың ыстық лебізі мен қолдауларын күтетіндерін айтты. Ал топтың мейірім мен бейбітшілікке шақыратын бәрі бейнебаянын YouTube-тегі Қанекей каналынан тамашалай аласыздар.